Саламатсыздар ма? Бүгін мен бастаған ісін қалай аяғына дейін жеткізуге болады, сол туралы айтатын боламын. Көбінесе эмоционалды адамдар, олар бастаған ісін аяғына дейін жеткізе алмай отырады. Сосын кейін артынан кейін өзін жегідей жейді, иә. Мен жалқаумын, менің қолымнан түк келмейді. Міне қанша рет бастадым, біреуінде аяғына дейін жеткізбедім деп өзін жеп, жаңағы есіктің бәрін жауып қояды да, мүмкіндіктің бәрін сөйтіп отырады жаңа адам. Ешқандай жаңа іс бастамай. Ал шын мәнінде бұл жақта құпия неде адам өзіне демалуға рұқсат беру керек. Өйткені эмоционалды адамдар олар тез жалыққыш болады, тез шаршағыш болады кейде. Сол үшін сіз мысалы жүгіре бастадыңыз, иә, бүгін алдымен өзіңізге рұқсат бересіз. Яғни өзіңізбен келіссөз жүргізесіз. Мен бүгін жүгіремін, ертең жүгіремін, содан кейін 2 күн демаламын. Немесе мен бүгін жүгіремін, ертең демаламын деп. Ештеңе жоқ. Ең басты сіздің бастаған нәрсеңізді жалғастыру. Иә, акцент осыған қойыңыздар. Ал арасында демалуды беру ол сізді жалықтырмайды. Сіз жүгіре бастадыңыз, сіз жалықпайсыз, шаршамайсыз. Өзіңіз демалғыңыз келгенде демаласыз, қайттан бастаған кезде бастай саласыз. Сөйтіп сіз ұзақ уақыт бойы бір нәрсені жалғастыра аласыз. Немесе мен тыныс алуды бастадым, иә. Жаяу жүрген кезде мен тыныс алып, тынысты сыртқа шығарам, және сонымен қатар мен жаңағыда тынысты алып сыртқа шығарған кезде позитивті ой формаларын айтып отырам ішімнен. Яғни ішке тартқан кезде менде бәрі жақсы, бәрі керемет, бәрі ғажап. Сосын сыртқа шығарған кезде менде бәрі жақсы, бәрі керемет, бәрі ғажап. Бұл жерде айтып кету керек, не үшін жақсы бұндай жаттығулар, жаңағы тынысқа байланысты және жүруге байланысты қатар екеуін жасасаңыздар, ол әсіресе қобалжығыш, уайымшыл адамдар, сол адамдарға өте пайдалы. Эмоционалды адамдарға бір қалыпты болу үшін. Өйткені эмоционалды адам олар қатты қуанса шегінен шығып қатты қуанады, немесе қатты қайғырса шегінен шығып қатты қайғырады. Сол үшін тыныс алу ол өте жақсы жаттығу. Міне, және оны ары қарай жалғастырғыңыз келсе, иә, онда сіз сөйтіп өзіңізге демалуға рұқсат беріп отырасыз. Жаңадан сіз фитнес залға бара бастадыңыз. Жаңадан бастадыңыз, сіз бүгін барасыз, бір 30 минуттай, және көп уақыт керек жоқ. Бір зорығып, терлеп, тепшіп, жан тәніңмен берілудің қажеті жоқ. Әрине ар жағында сізде күш қуатыңыз асып тасып тұрмаса.